Баршаңызға сәлем достар. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы әр наурыз мерекесінде міндетті түрде әр отбасыда жасалатын наурыз көжені жасайтын боламыз. Наурыз көже келер жылғы молшылықтың жалғасы ретінде жасалынады. Сондықтан наурыз көженің құрамына кем дегенде 7 түрлі азық түрін қосатын боламыз. Ал енді бесмейден жұмысымызды бастайық. Ең алдымен етімізді қайнатып аламыз. Достар, каналыма жазыла кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта дәл осындай керемет рецепттермен бөлісіп отырамын. Сорпамыз қайнап жатқан кезде бізге құрамына қосатын керекті ингредиенттерді дайындап жуып аламыз. Мен наурыз көженің құрамына дақылдардан фасольді, гречканы және ловия және жүгері және де күрішті қосатын боламын. Етімізді баяу отта қайнатып болғаннан кейін бетіндегі көбіктерін жақсылап бірнеше қайтара алатын боламыз. Ал енді мен дақылдарды екі бөліп саламын, себебі дақылдардың біреуі ұзақ уақыт піседі, ал екінші біреулері ол тезірек пісіп қалады. Сондықтан мен бірінші жүгеріні, фасольді және ловия осы үш дақылды ұзақ пісетін болғандықтан бірінші салып қайнатып аламын. Және де байқаңыздар, тұзды бірінші салуға болмайды, себебі тұз салатын болсаңыздар дақылдардың жарылып пісу уақыты өте ұзақ болып кетеді. Сондықтан тұзды соңында саламыз. Осы үшеуін салып болғаннан кейін бірнеше сағатқа баяу отта қайнатып қоямыз. Және де тек қана осы дәнді дақылдарды ғана пайдалану керек емес, өзіңізде қандай тары бар ма, арпа, солардың барлығын пайдалана берсеңіз болады. Біздің сорпамыз бірнеше сағат қайнады, 1-2 сағат қайнады. Енді мен тез пісетін күріш және гречканы жуып тазалап алып салатын боламын. Байқасаңыздар, сорпамыздың түсі өзгерді, ол фасольдің түсіне байланысты осылай өзгерді. Жуып алған гречкамыз бен күрішімізді салып аламыз. Менің наурыз көже құрамына қосқан дәнді дақылдарым 6 түрлі болды. Енді 7-ші болып мен лапшаны қосамын. Егер сіздер қолдан жайып кеспей салсаңыздар да болады. Енді дәміне қарай тұзымызды салып 1 сағат қайнатып аламыз. Міне біздің ұлттық тағамымыз наурыз көже дайын болды. Біздің ұлттық тағамдарымыздың барлығында ерекшелігі құрамында өте көп витаминдер бар. Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақылдардың қосу себебі молшылықтың белгісі болып саналады. Сорпадан етімізді сүзіп алып, кішкене бөліктерге турап аламыз. Ал енді мен сіздерге наурыз көженің құрамына қосылатын тағамдардың қандай мақсатта қосылатынын айта кетейін. Олардың әрқайсысының өзіне тән мағынасы бар. Мәселен, су жұртымызда еш қисын тастапшылық болмасын, өмір өзен деген мағынамен қосылған. Ал ет дастарханымыздан үзілмесін, жағдайымыз жақсы болсын дегеннен жасалған. Және де тағамымызға қосылып жатқан дәнді дақылдар, бұлар бір тамырдан өсіп өнген дәндер секілді ұрпағымыз жайылып көбейсін деген мағынада жатыр. Сондай-ақ наурыз көже құрамына қосылатын айрандай үйіп отырайық, тату болайық деген сөз екен. Баршаңызға ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын. Әрбір шаңыраққа амандық тілеймін. Көжемізді ыдысымызға құйып алып, туралған еттерімізді салып, енді айранымызды араластырып іше берсек болады. Егер сізде айран болмаса, құртымызды суға ертіп салсаңыз да болады. Міне біздің қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжеміз осымен дайын. Ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк баса кетіңіз және комментарий бөлігіне өзіңіздің жасау рецептіңізбен бөлісе кетіңіз.